Мен таксовать етіп жүрген адаммын. Жаңа анау банкте менеджер болып істейміз деген екі мас қызды апарып тастап, дальше клиент қарап жүрсем, машина артында бірдеңе ұз дейді. Ойбой, телефондарым кеткен екен ғой деп тоқтап машина артын қараймын, телефон жоқ. Бірақ анау ұз деп тоқтар емес. Сонымен сиденье астына шығып отыр екен, қолым салып алсам, андай бірдеңенің сабы ма, андай сопақ, андай ұзын келген, фиолетовый цвет. Жаңа бір қарасам, балықтың иісі шығады. Жанында кнопкасы тұр екен. Кнопкасын бассам, басы бүйтіп айналып жатыр деп. Тамақ істейтін, араластыратын бірдеңе шығар деп. Тұрсам, милиция балдар келді. Аға, не істеп тұрсыз? Маньяксыз ба дейді маған. Сонымен не істеп тұрғаныңыз? Тұрмын деп. Құжаттарыңызды беріңіз дейді. Ойбай деп, құжаттарымды алайын деп, қол істемейді. Аузыма тістеп, құжаттарымды алып жатсам, извращенец деп қолымды қайырып, артық кетіп отыр ана жігіттер. Мен извращенец емеспін. Мен оның тамақ істейтін нәрсе екеніне уверен болып тұрдым. Өткенше балықтың иісі бар, тістеген кезде бір тұзды ащы бірдеңенің иісі шығады. Сөйтсем енді біліп жатырмық қой, радиатор ма, карбюратор ма бірдеңе тырғап бітетін. Кейін аузы.